Де жаратылыстану сауаттылығы бойынша вебинарымызды бастаймыз. Вебинар жаратылыстану сауаттылығының пәндеріне сабақ беретін мұғалімдерге арналады. Бұл биология, химия, физика, география пән мұғалімдеріне бүгін 1 сағат көлемінде біз жаратылыстану сауаттылығына қатысты тапсырмаларды талдаймыз. Және бұл өткен аптаның болған вебинарының жалғасы. Өткен аптада қатысқан мұғалімдер болса, естеріңізде болу керек. Біз өткен аптада, өткен бейсенбі күні, PISA зерттеуіндегі жаратылыстану сауаттылығына анықтамасын талдадық. Қандай жаңа құзыреттер зерттелетін, жаңа өзгерістер қандай енді 2015 жылмен салыстырғанда біз соны талқылаған болатынбыз. Және де жылыжай әсері деген бір тапсырманың бірінші, екінші сұрағын талдап үлгердік. Бүгін біз тағы да құпиялық режиммен шыққан тапсырмаларды талдауын әрі қарай жалғастырамыз. Өткен аптада естеріңізде болса, біз келісілдік. Сіздер талдау сайтына кіріп, жаратылыстану сауаттылығының тұжырымдамасымен танысасыздар. Келесі 25 жылы қандай жаратылыстану бойынша, қоршаған орта бойынша қандай құзыреттер, қандай білім түрлері бағаланатынымен танысып келдіңіздер деп ойлаймыз. Вебинарымызды бастамас бұрын, жалпы өткен аптада біз талдадық қой, жаңа тұжырымдаманы. Уақыт жетпегендіктен біз оны өз ойларымызбен бөлісіп үлгере алмадық. Жалпы сіздердің ойларыңызды естігіміз келіп тұр. Жаңа тұжырымдама туралы не ойлайсыздар? Біздің оқу бағдарламасымен ұқсастықтары қандай? Жалпы қазіргі таңда жалпы әлемде болып жатқан өзгерістерді ескерілген бе? Біздің оқушыларда бұндай құзырет пен білім түрлері бар ма осы жаңа тұжырымдамада талап етілетін? Жалпы өздеріңіздің ойларыңызбен бөліссеңіздер, микрофондарыңызды қазір қоса аласыздар. Жаңа тұжырымдаманы таба алдыңыздар ма? Сайттан оқып танысқан адамдар бар ма? Сәлеметсіз бе? Кешіріңіз, бастауыш сынып мұғалімі қатысуға бола ма, әлде қатысу керек емес пе? Негізі бұл вебинар жоғары сыныпқа сабақ беретін биология, химия, физика, география мұғалімдеріне арналады. Рахмет, кешіріңіз. Кешіріңіз, математика, информатикаға бола ма? Жоқ, математика бізде сейсенбі күні, әр вторник сайын. Сәрсенбі күндері бізде оқу сауаттылығы кеше болды, сәрсенбі күні. Және четверг сайын жаратылыстану сауаттылығына қатысты вебинар. Бұл биология, биолог мұғалімдер, физика, химия, географиядан сабақ беретін мұғалімдер керек. Басқа пән мұғалімі болсаңыз, онда бұл вебинарға қатысудың қажеті жоқ. Сіз өзіңіздің пәніңіз болатын күні қатысасыздар. Саламатсыз ба? Сіз айтып едіңіз ғой, телеграм-каналда бар материалдар. Одан кейін бір ссылка жіберіңіз, сол ссылка бойынша кірдім, бірақ телеграмнан таба алмадым. 944 дедіңіз ба, сондай мектеп деген телеграмда бар дедіңіз. Телеграм-канал ашылды. Бұл телеграм-каналда осы вебинарларда болатын слайдтар, материалдар сол жерде жарияланады. Қазір чатқа, телеграм-каналға сілтемені жіберемін. Осы телеграм-каналда табуға болады. Қай пәннен болады дедіңіз?
биология, химия, физика, география. Чатқа телеграм каналдың сілтемесін жібердім. Бұл телеграм каналда біздің осы вебинарларда қолданылған барлық материалдар, тест жинақтары, слайдтар осы телеграм каналда жүктелетін болады. Саламатсыз ба? Телеграм каналына қалай қосылсақ болады екен? Мен чатта жоқ едім, жаңадан кіріп жатқан соң. Осы вебинардың чатында, Zoom-ның чатында сілтеме жіберілді. Жақсы, онда вебинарымызды бастайық. Рахмет, тіркелдім. Қазіргі таңда микрофондарыңызды өшірулі болады, бірақ сұрақты талқылағанда микрофондарыңыз қосылады. Бүгінгі вебинар біраз интерактивті өтеді. Тапсырмаларды бірге талдаймыз, бірге шешіп көреміз. Сондықтан белсенді қатысуларыңызды сұраймыз. Өткен аптада біз осы жаралғыштың сауаттылығының жаңа тұжырымдамасын біз талдадық, егжей-тегжейлі талдадық. Қазір микрофондарыңызды өшірілі. Осы тұжырымдаманы талдаған болатынбыз, жаңашылдықтарын айттық. Екі түрлі құзырет түрі бағаланады дедік, жаратылыстану ғылымдары бойынша үш құзырет, және де қоршаған орта бойынша үш құзырет түрі бағаланады. Одан кейін қандай білім түр, яғни осындай құзыреттерді көрсету үшін, қолдану үшін оқушыларға әрине де белгілі бір білім керек. Пизада бұл білім үш түрлі білім түрі қажет етеді. Бірінші ол пәндік білім, яғни бізге түсінікті биология, физика, химия, география бойынша пән мазмұны. Оқушылар пән мазмұнын білу керек. Одан кейін процедуралық білім және де эпистемиялық білім керек. Осының барлығы оқушыны бір контекстке, бір ситуацияға қояды. Тапсырма кезінде, тест тапсырған кезінде ол контексттер әртүрлі болуы мүмкін. Жаһандық бір проблема берілуі мүмкін, немесе өзіміздің ұлттық, жергілікті контекст, немесе жеке басының проблемасы берілуі мүмкін. Оқушы тест кезінде осы үш түрлі құзырет түрін, білім түрін көрсетіп, тапсырманы орындау керек. Білім түріне қазір тоқтала кетсек, пәндік білім ол түсінікті, бұл оқытатын пән мазмұны. Процедуралық білім және эпистемиялық білім керек оқушыға тест тапсырмаларын орындау үшін. Яғни оқушы ғылымда эксперимент жүргізу, тәжірибе жүргізудің процедурасын білу керек. Бұл көбінесе, мысалы, біз зерттеу жүргізгенде, бір проблеманы шешкенде, біз әрине де біз оны зерттеушілік сұрақ қоямыз, әдістемесін таңдаймыз, зерттеу объектісі болады бізде. Одан кейін эксперимент жүргіземіз, бізде бақылайтын топ болады, әртүрлі айнымалылар болады, тәуелді және тәуелсіз айнымалылар. Одан кейін біз деректердің дәлдігіне, шынайылығына көз жеткізу үшін тестілер орындаймыз. Деректерді кесте, график, диаграммада қолданып, мысалы, оларды бейнелейміз. Осының барлығы процедуралық білімге жатады. Яғни оқушы пиза кезінде жаратылыстану сауаттылығына жауап беру үшін тек қана оның пәндік білімі ғана аз болады, ол сонымен қатар процедуралық білімді де білу керек. Яғни ғылыми зерттеулер қалай жасалады. Одан кейін, процедуралық білімнен кейін, екінші түрі ол эпистемиялық білім. Эпистемиялық білім ол жалпы ғылым қалай құралады, одан кейін білім қалай құралады, мысалы, қалай фактілер, факт мен гипотезаның айырмашылығы қандай, ғылыми зерттеу үшін модельдері, теориялар қандай болады. Яғни оқушы осының барлығын түсіну керек.
яғни ғылыми деректердің рөлін, мәнін түсіну керек. Мысалы, кез келген бір құбылыстың артында міндетті түрде ғылым тұрғанын түсіну керек. Ғылыми зерттеулердің рөлін мойындап, олармен ғылыми зерттеулермен және олардың нәтижелерімен жұмыс жасай білу керек. Және де білім ол ғылым ол қоғамдық нәрсе екенін түсіну керек. Яғни ғылымды құрастыратын ол адамдар, ол зерттеушілер. Мысалы, қай деректерге сенуге болады, қай деректерге шынайылығы төмен екенін де анықтай білу керек оқушылар. Осының барлығы бұл эпистемиялық білімге жатады. Өткен аптада талқыладық бұның барлығын жеке-жеке. Бүгін біз енді нақты тапсырмаларды қарастырамыз. Өткен аптада біз жылыжай әсері деген екі тапсырманы орындап көрдік. Бірге дұрыс жауаптарын да анықтадық, естеріңізде болса. Бүгін осының қалған тапсырмаларын талқылаймыз. Біраз еске түсіру үшін жылыжай әсері не туралы екенін еске түсіріп алайық. Бұл тапсырма өткен аптада талқыладық, процедуралық білімді қажет етеді дедік. Құзырет түрі бойынша ғылыми зерттеулер үшін жобаларды құру, бағалау, ғылыми деректер мен дәлелдерді сыни тұрғыдан түсіндіру құзыретін бағалайды. Бұл тапсырма жаһандық контекстте берілген, яғни бұл жаһандық проблеманы қоршаған климаттың өзгеруі, оның қоршаған ортаға әсері тақырыбын зерттейді, сондықтан бұл жаһандық контекст. Бірінші және екінші сұрақтың қиындық деңгейі орташа деп біз анықтадық өткен сабақта. Жағдай, оқушыға ситуация беріледі. Оқушы жылыжай әсері туралы ақпаратпен жұмыс істейді. Біріншісі ол екі график. Үкіметтің веб-сайтынан алған екі график дейді. Бірінші графикта, үстіңгі графикта көмірқышқыл газының бөлінуі, жыл сайын қанша миллион тонна көмірқышқылы атмосфераға бөлінгенін біз көре аламыз. Графиктен жыл сайын көмірқышқыл газының атмосфераға бөліну көлемі артып жатқанын көруге болады. Екінші төменгі графикте бұл жерде жер атмосферасының орташа температурасы берілген жылдар бойынша. Және де Арман осы екі графикті тапқаннан кейін екі графиктің ақпаратына сүйене отырып, мынадай қорытындыға келеді. Жер атмосферасының орташа температурасының жоғарылауы көмірқышқыл газының мөлшерінің артуына байланысты деген қорытындыға келеді. Егер графикке қарасақ, бізде бір қарағанда екі графикте де көрсеткіштер өсіп жатыр. Көмірқышқыл газының бөлінуі де, атмосфераның орташа температурасы да. Осыған осы графикті, Арманның осы тұжырымын растайтын бір дәлел келтіру керек, бірінші сұраққа жауап беру үшін. Екінші сұраққа жауап беру үшін Жанар есімді оқушының қорытындысын растайтын тағы да графиктен бір мысал келтіру керек. Жанардың ойынша ол жалпы Арманның ойымен келіспейді. Яғни жер атмосферасының температурасының көтерілуі бұл көмірқышқыл газының бөлінуіне қатысы жоқ деп айтады, яғни келіспейді. Осыны біз Жанардың тұжырымдамасын растау үшін тағы да графиктен бір дәлел келтіру керекпіз. Яғни бұл екі сұраққа жауап беру үшін оқушы графиктегі ақпаратты оқып, түсініп, қорытынды шығаратындай дәрежеде болу керек. Бұл жерде мысалы бірінші сұраққа біз жауап бердік өткен аптада. Екі графикте де көмірқышқыл газының артуы байқалады, және де жердің атмосферасы да біртіндеп көтеріліп жатыр. Екінші сұраққа жауап беру үшін
сіздер сол кезде дұрыс жауап бердіңіздер. Кейбір жылдары, мысалға әсіресе ол екінші графикте көрінген, кейбір жылдары жердің атмосферасының орташа температурасы төмендеген, бірақ көмір қышқыл газының мөлшері керісінше өскен. Яғни бұл қарама-қайшылық, иә? Бұл жанардың тұжырымдамасын дәлелдейді. Яғни оқушы екі графиктегі X осіне, Y осін берілген ақпаратты түсіну керек, арасындағы байланысты көру керек, жаңағы жылдар арасындағы екі көрсеткіштің арасындағы айырмашылықты түсініп талдай алу керек. Өткен сабақта біз бұндай тапсырмалар біздің оқу бағдарламасында бар дедік, оқушылар графиктермен жұмыс істей алады. Жалпы сабақ барысында да біз осындай дағдыны үйретеміз деп жауап берген болатынсыздар. Енді әрі қарай жалғастырайық. Бізде осы жылыжай әсері тапсырмасының тағы үшінші, төртінші сұрағы бар. Яғни ситуация әрі қарай жалғаса береді, оқушыға басқа да әртүрлі тапсырмалар беріледі. Енді үшінші тапсырманы қарайық. Қазір мен слайдты қайтадан қосамын. Үшінші сұрақ жүктеліп жатыр. Енді үшінші сұрақта Арман бәрібірде жер атмосферасының орташа температурасының жоғарылауы көмір қышқыл газы мөлшерінің артуынан туындайды деп ойлайды. Өз ойында қалады. Бірақ Жанар Арман асығыс қорытынды жасады деп есептейді. Жанардың айтуынша, бұл тұжырымды қабылдамас бұрын оған басқа да факторлар әсер етпегеніне көз жеткізу керек деп айтады. Енді сұрақ: жердің орташа температурасының өзгеруіне әкелетін тағы бір факторды атаңыз. Яғни оқушы бұл жерде графиктен тыс өзінің біліміне сүйену керек, жалпы Жанара жаңа айтты ғой, асығыс шешім қабылдадың, жердің температурасының көтерілуі тек қана көмір қышқыл газының өсуіне, көтерілуіне байланысты емес, басқа да факторлар бар дейді. Енді оқушы өзінің бұрынғы біліміне сүйене отырып, жердің орташа температурасының өзгеруі, көтерілуі болсын, тағы да басқа қандай факторларға байланысты болуы мүмкін. Осыны қарастыру керек. Бұл жерде дұрыс жауаптары қалай болуы мүмкін? Қалай ойлайсыздар? Тағы қалай жауап беруге болады? Мысалы, осы сұраққа жауап берсеңіздер, қалай жауап беретіңіздер? Бұл ашық сұрақ. Нақты жауаптар, жауап нұсқалары жоқ. Оқушы өзінің бұрынғы біліміне сүйеніп жауап беру керек. Қандай тағы басқа факторлар атауға болады? Бұл жерде күннің энергия шығару деңгейі мен оның жерге бағытталуының болуы мүмкін шығар, өзгерістері. Күннің сәулесінің жерге түсетін бағытының өзгеруі болуы мүмкін, сол себептен болуы мүмкін. Озон қабатының да жұқаруы да болуы мүмкін. Қазір озон қабаты жұқарып, озон ыдырап көбейді ғой. Озон қабаты көмір қышқыл газына қатысты емес пе, әлде қатысты ма? Әрине қатысты, көмір қышқыл газының әсерінен де қатысты, сосын зымырандардың әсерінен. Бірақ бізге көмір қышқыл газының артуына қатысты емес бір факторды келтіру керек. Жер бетінде мұздықтардың және құрғақ жерлердің өзгеруі де климатқа әсер етеді ғой, антропогендік әрекеті, адамның іс-әрекеті қазіргі таңдағы техникалық ормандардың кесілуі, газдардың зияны. Антропогендік факторлардың зияны.
иә жаңағы адамның қызметінен шыққан дедіңіз ғой, метан және басқа да парниктік газдар бар ғой көп. Мгм. Сонда негізі көбею атмосфераға әсер етеді ғой. Жылудың ұстап қалуына себеп қой оларда. Мгм. Завод фабрикалардан шығатын түтіндер де әсер етеді. Мынау су басу, кейбір жерлерде құрғақшылықтың, климаттың өзі сол ауа ағысын өзгеріске ұшыратады. Сондай салдарынан да болуы мүмкін. Мгм. Жақсы. Автокөліктерде жатады. Автокөліктердің түтіндері. Жоқ, осы айтылғандардың барлығы бұл атмосфераға қатысты болғандықтан ол көмірқышқыл газының артуына алып келіп соғады ғой. Бұл жерде біз мүлдем басқа, көмірқышқыл газынан басқа қандай әсері бар, соны қарастыруымыз керек болып тұр ғой деп ойлаймын. Иә, басқа факторды айту керекпіз. Көмірқышқыл газының артуына қатысты емес болу керек, иә? Қосымыстар ұшады ғой, сол кезде гептил ана көмірқышқыл газын жағып жібереді да, сол атмосферадағы озон қабатын жойып жібереді ғой. Соған байланысты болады. Иә, бірақ бұл да көмірқышқыл газына қатысты ғой, иә? Фреон газдар ғой. Фреон. Мысалға бізде жаңа ғана Арал теңізі тартылды ғой. Арал теңізі тартылғаннан кейін түбіндегі тұздар мысалға күннің ыстығына байланысты ауаға тарап жатыр да. Ауаға тарағаннан кейін тұздар белгілі бір неде даже кері әсерін қатты кері әсерін тигізуде. Ол деген жаңағы аспандағы нелерді ерту арқылы мысалға аспанға ұшу арқылы нелерді ауа райының тоже әсері бар. Қалай жеткізсем болады? Иә, 78 километр қаланың басында мұздықтар ертудің әсері. Бағана Аралдан ұшқан тұздар таулардың басында мұздықтар ертіп жіберіп жатыр. Соның арқасында қазір бүкіл әлемдік ауа райының жылынып кетуіне әкеліп соғып жатыр. Иә, дұрыс айтасыз. Одан кейін озон қабатының құртылуы, бұзылуы, ол да әсер етеді деп ойлаймын. Қора болды отыруға. Жақсы, көп рахмет. Озон қабатының жұқаруы деп айтайық, бұл емес, жұқарып. Қазір таңда тесіліп жатыр ғой қабығы. Жақсы, жауаптарыңызға рахмет. Жалпы бұл сұрақ, егер жіктейтін болсақ, білім түрі пәндік білімді қажет етеді, пән бойынша білім болу керек. Яғни оқушы нақты сол факторды атау керек. Бұл жерде ешқандай процедуралық немесе эпистемиялық білімнің қажеті жоқ. Сол бірнеше бұл жерде бірақ мысал келтіру керек, оқушыға өзінің бұрынғы біліміне, пәндік біліміне сүйену керек. Құзырет түрі құбылыстарды ғылыми тұрғыдан түсіндіре алу керек, мысалы факторды атағаннан кейін оқушы оны мысалы түсіндіре кетуі мүмкін. Контекст түрі бұл сол бір тапсырманың контексті, бұл жаһандық қоршаған ортаға басқа факторлардың әсер етуі, климаттың өзгеруі, қиындық деңгейі төмен сұрақтардың мысалы. Енді келесі 4-ші мысалды қарастырып көрейік. Бұл да жылыжай әсерінің тапсырмасының жалғасы. Енді 4-ші сұрақта былай делінеді. Орташа температураның жоғарылуы көмірқышқыл газы мөлшерінің артуына байланысты екенін анықтау үшін ғалымдарға нақты дәлелдер ретінде төмендегілердің қайсысын, біреуі немесе біріншесін, қайсысы маңызды болуы мүмкін. Енді бұл сұраққа жауап беру үшін ең алдымен анықтап алайық. Білім түрі, құзырет түрі, контекст түрі қандай қажет деп ойлайсыздар? Сұрақты қайтадан оқиық. Орташа температураның жоғарылауы көмірқышқыл газының мөлшерінің артуына байланысты екенін анықтау үшін, шынымен де ғалымдар осы мысалы байланысты, мысалы қазір біз тек қана екі графикті көрдік, температура, жердің орташа температура өскен жыл сайын, көмірқышқыл газда өскен. Бірақ бұл корреляция. Бұл бізде білеміз, корреляция ол себеп салдарлы байланысты білдірмейді. Осы себеп салдарлы байланыс бар ма, жоқ па, осыны анықтау үшін бірнеше мына жерде фактор берілген, дәлелдер. Ғалымдарға нақты зерттеу жүргізген, осы төмендегілердің қайсысы маңызды? Контекст түрі, зерттелу, дәлелдеу.
керек. Құзырет түрі процедуралық. Я, бұл уже білім мазмұны керек жоқ. Бұл жерде процедуралық не эпистемиялық болуы мүмкін. Контекст түрі жаһандық болмай ма? Я, контекст түрі сол қалпында қалады. Қарап көрейік. Так, білім түрі эпистемиялық білім керек деп белгілеген. Тесттің құрастырушылары. Құзырет түрі шешім қабылдау және әрекет ету үшін ғылыми ақпаратты зерттеу, бағалау және пайдалану. Яғни бір шешімге келу үшін ғылыми ақпаратты зерттеп пайдалану. Жаһандық түрі контекст және қиындық деңгейі бұл жоғары қиын тапсырмалардың бірі. Жоғары деңгейі. Бұл жерде дұрыс жауап біреу болуы мүмкін, немесе бірнешеу болуы мүмкін. Дұрыс жауабы қайсысы болуы мүмкін, қалай ойлайсыздар? Нұсқаларды оқып көрейік. Үшінші, ауадағы көмірқышқыл газының көбеюі адам белсенділігінің артуына сәйкес келетінін көрсету болатын шығар. Яғни мына дәлелдер, берілген дәлелдер ғалымдардың гипотезасын растай ала ма жоқ па? Қай дәлел шынымен де растай алады, бұл байланысты? Төртінші дәлел дұрыс сияқты. Төртіншісі атмосферада көмірқышқыл газы мөлшерінің артуы. Түсіндіру үшін модель әзірлеу, Соңғы нұсқа келмейді, жердің температурасы үнемі қалай өзгеріп отырғанын көрсету. Жазып отыру көрсету керек деп ойлаймын. Келеді. Оны нақты дәлел көрсетіп отырғандықтан. Жердің температурасы Керек өзгеріп байланысты. Техниканың көбеюі, автомобильдің көбеюі бәрі осы ауа райына әсер етіп отыр ғой. Солай ғой. Көмірқышқыл газының мөлшерінің артуы. Жаһандық температураның жылуы бәрі соған келіп отыр ғой. Сонан 70-ші жылдар айтылған бұл нәрсе. Қазір енді бұдан да арман артты. Жерде эпистемиялық болғаннан кейін зерттеу болады ғой. Деп ойлаймын, ол зерттеу. Бірінші және төртінші дұрыс сияқты меніңше. Менің ойымша, жердің жаңағы температурасын үнемі бақылап отырған, өзгеріп отырғанын көрсету керек, және де ауадағы көмірқышқыл газын емес, атмосферада көмірқышқыл газы мөлшерінің артуы жаһандық температурасының жоғарылауына қарай әкелетін түсіндіруші модельдерді білу керек және зерттеу керек деп ойлаймын. Төртінші нұсқа. Екінші, төртінші және бесінші нұсқа деп ойлаймын. Үш жауап беруге бола ма? Бұл жерде бірнеше жауап дұрыс болуы мүмкін. Тыныш. Үшінші нұсқада дұрыс болуы мүмкін. Себебі адам іс-әрекеті арқылы деп тұр ғой. Адам белсенділігінің артуына сәйкес келетінін көрсету. Осы өндіріс қоғамы ерте осы 18-19 ғасырдан бастап қалай дамыды, солай қарай табиғатта бұзыла бастады. Озон қабаты да зымырандар ұшқан сайында озон қабаты жұқарып тесіліп, күн радиациясы тез өте бастады. Осы нұсқада келеді. Жақсы, жауаптарыңызға рахмет. Барлығы айтылған жауаптарға келетін сияқты. Екінші нұсқасының барлығы, екінші нұсқа енді қоғамдастықтың көзқарасын зерттеу, бұл нақты дәлелге келмеуі мүмкін, бұл ғылыми зерттеу емес. Қалған айтқан жауаптарыңыз шынымен де орынды қабылдауға болады. Енді келесі 5-ші сұрақты қарап көрейік. 5-ші сұрақта енді мынадай ситуация беріледі. Әртүрлі идеяларды қарастырып, кімнің дұрыс ойлаған анықтауға тырысқан Арман мен Жанар
төменде келтірілген әртүрлі ақпарат көздерін зерттейді. Ең сенімді ақпарат көздерін белгілеу керек бұл жерде. Енді бұл жерде Арман мен Жанардың дебаты әлі жалғасып жатыр, иә. Олар әртүрлі идеяларды қарастырды, бірнеше ақпарат көздерін көрді, иә. Енді бізге, оқушыға тест кезінде ең сенімді ақпарат көзі қайсысы? Біз соны шешу керекпіз. Ең алдымен білім түрі. Қандай білім түрі бағаланады? Қалай ойлайсыздар? Микрофондарыңызды қосып айтсаңыздар, қандай білім түрі бағаланып тұр? Пәндік білім бе, процедуралық па, эпистемиялық білім бе? Қандай құзырет түрі? Чатқа да жазуға болады. Чатта тапсырманы қалай бағалаймыз, неше балл береміз? Сіздер енді пиза тестін ұйымдастырмайсыздар ғой, сіздерге пизаның шкаласы бойынша балды берудің қажеті жоқ. Дұрыс жауапқа 1 балл, қате жауапқа 0 балл беруге болады. Бұл бізде 5-ші сұрақта эпистемиялық білімге жатады. Яғни оқушы жалпы білім қалай құралады, қандай ақпарат арқылы, ғылыми ақпарат, сенімді ақпарат көздеріне негізделу керек, бұның барлығы эпистемиялық білім түріне жатады. Құзырет түрі бұл да ғылыми ақпаратты пайдалануға жатады, зерттеп, бір шешім қабылдау үшін, яғни оқушы қазір мына ғылыми ақпарат түрлерін қарастырып, оларға баға беру керек, қайсысы сенімді, қайсысына сенуге болады. Контекст түрі сол қалады, жаһандық контекст, және қиындық деңгейі бұл жоғары тапсырмалардың бірі. Енді мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6 нұсқа берілген. Ең сенімді деп ойлайтындарды белгілеу керек. Яғни мына жерде дұрыс жауап бірнеше болуы мүмкін. Бірінші жауап: климат туралы ғылымды талқылайтын энергетикалық компания журналындағы мақала. Қалай ойлайсыздар, бұндай ақпарат көзіне сенуге бола ма? Бір энергетикалық компания бар, оның журналында жарияланған климат туралы бір мақала, осы мысалы, осы тақырыпқа қатысты. Осындай ақпарат көзіне сену қаншалықты дұрыс? Бұл жерде оқушы мысалы энергетикалық компанияның қызығушылығын, бір позициясын түсіну мүмкін. Қалай ойлайсыздар, бұл ақпаратты біз сенімді деп айта аламыз ба? Осындай мысалы газет журналдарда жарияланған. Екінші вариант: 10 жыл бойы климаттың өзгеруі туралы ғылыми зерттеу жүргізген, олар қорытындысы жарияланған ғылыми қоғамның баяндамасы, ұлттық ғылыми қоғамның баяндамасы. Бұл ақпарат сенімді ме? Сенімді болса, не себепті бұған сенуге болады? Қайырлы күн. Сенімді деп ойлаймын. Себебі неге? Себебі кез келген мақала берген кезде ол тексерістен өтіледі ғой. Және де ол баяндамада міндетті түрде дәлелдеменен сайттар көрсетіледі.
анықтамалар беріледі. Қай жерден алған ссылкалар көріледі деп өзім ойымда. Сіз қайсысы бірінші ма екінші ма қайсысын сенімді деп тұрсыз? 10 жылдың климаттың өзгеру оны міндетті түрде дәлелдемесі болады, графиктер болады берілетін, қай жерден қандай мәліметтер мысалы ретінде жаңағы статков деп айтып жатамыз ғой өзіміздің елімізді. Тура сондай дүниежүзі бойынша сайттардан алып графикпен көрсетілуі тиіс берілетін мақалада. 10 жылдықта бірақ та аха мен де қосып жіберейін. Бұл жерде бар ғой, екіншісі өте сенімді, оны сөзсіз айтуға болады. Ғылыми жұмыстың қорытындысы ол ұлттық ғылыми қоғамның баяндамасында жарияланады, яғни толық тексерістен өтеді. Бірақ та мына біріншісінде жарияланған мақала ол да егер де зерттеу жұмыстарын деректерді қамтитын болса, онда неге оны да толық сенімді деп айтпасқа. Бірақ екіншісі 100% толық сенімді деп ойлаймын. Жақсы. Неге ол екіншісін алудың себебі бұл 10 жылдық зерттеу жұмысы қорытындысы деп тұр. Және мүмкін бірінші мақалада ол кісі 15 жыл зерттеу жүргізген шығар, немесе ол да 10 жыл зерттеу жұмысы жүргізген шығар. Соның деректерін бірінші мақалаға жазуы мүмкін сонда. Біріншісі сенімсіз, өйткені бұл компания ол көбінде бизнес жағынан болғандықтан бұл жерде ақпараттар нақты бола бермеуі мүмкін. Бірақ компанияның өкілдері де 10-15 жыл еңбектеніп, мысалы зерттеу жұмысын жасау мүмкін ғой, егер де сол компанияда сондай салада жұмыс істейтін адамдар, тұлғалар болса. 10 жыл мақала жазушы деп ойлаймын. Біріншісі сенімсіз. Ол да сенімсіз болып келеді. Екінші және үшінші сенімді деп ойлаймын. Климатологтар мына кісі айтып жатыр ғой, мақала 10 жыл зерттелген болуы мүмкін деп. Егер ол 10 жыл, 15 жыл зерттелген болса, ол авторлық бағдарлама кітап болып шығу еді. Мақала болып шықпайды ондай заттар. Сондықтан бұл жерде бірінші жауап сәйкес келмейді, екіншісі көбірек келеді. Мақалалар сәйкес келмейді, ол бизнес өткен компания деп тұр. Екіншісі ол ұлттық компаниядан басқа жауаптарды қарасаңыздар, барлығы мақала деп тұр. Мақала деген қысқа мерзімдегі зерттелген дүниелер шығады ол мақалаға. Ал толық зерттелген дүние 10 жылдық дүние, ол толыққанды сол жерден ақпаратты толық алуға болатын дүние деп қарастыруға болады. Екінші жауапты. Жақсы, жауаптарыңызға рахмет. Толығымен зерттелген жұмыс ғылыми жұмыс сияқты болып кететін сияқты, менің ойымша, егер. Менің ойымша бұнда бар ғой, екіншісі де дұрыс, үшіншісінікінде алуға болатын сияқты, себебі бұл екіншісі мысалы баяндама болып тұр, ал үшіншісі рецензияланған ғылыми журналдағы мақала ғой. Онда мәліметін алуға болады, рецензиясы бар болса. Менің ойымша солай. Төртіншісінде алуға болады, ғылым журналындағы мақала, ол да қорытындыланған, рецензияланған. Вот кейбір ғалымдар арасындағы әлеуметтік желідегі пікірталасты мен алмайтын едім, себебі ол уже пікірталас әрбіреуінің өз ойы деген сияқты. Жақсы, көп рахмет жауаптарыңызға. Барлығымен келісемін. Бұл жерде оқушыға дұрыс жауап беру үшін ол ажырата алу керек. Егер шынымен де сенімді зерттеу жүргізілсе, жоғары білікті ғалымдар қай журнал, қай жерлерде ол жарияланады. Өйткені ұзақ уақыт бойы бір сондай бір салмақты маңызды зерттеу жүргізген ғалымдар әрине де мысалы әлеуметтік желіде мысалы пікірталас жүргізу мүмкін, бірақ негізгі зерттеу қорытындылары міндетті түрде сондай ғылыми журналдарда, рецензияланған ғылыми журнал мақалаларда шығады. Одан кейін мына жерде екінші вариантпен, үшінші, төртінші вариантпен келісуге болады, сенімді дерек көздер деп. Біріншісі, бұл жерде конфликт интересов болуы мүмкін, бірақ әрине бізде бұл мақала туралы көп ақпарат берілмеген, мүмкін ол ақпарат мақала шынымен де бір сондай бір күрделі, жақсы жүргізген зерттеудің нәтижесі болуы мүмкін, бірақ мына сөйлемнен ғана қарап тұра энергетикалық компаниялар олар мысалы электр энергиясын өндіру үшін мүмкін керісінше қолдайтын шығар, мысалы отынды жағу арқылы деген сияқты. Бұл жерде конфликт интересов болуы мүмкін. Сондықтан
нақты 100% сене алмаймыз деп келісемін. 100% сене алатындар бұл я екінші вариант, ұлттық ғылыми қоғам жарияланған, яғни бұл жерде консенсус бар. Бір ғалым емес, бірнеше ғалымның жасаған қорытындысы бұл ең сенімді деген жаңағы қоғамның баяндамасы болып шығады. Рецензияланған ғылыми журналдарды бұл да сенімді дереккөздердің көрсеткіші. Және де басқа ғалымдар арасындағы консенсусты қорытындылайтын рецензияланған ғылым журналындағы мақала, бұл да рецензияланған мақаланың бір түрі. Пікірталас жазылған мақала бұл нақты сенім білдіре алмаймыз. Соңғы нұсқасына да сенім білдіре алмаймыз. Жақсы, енді келесі 6-шы сұраққа өтейік. Бұл соңғы сұрақ жылыжай әсер тапсырмасының. 6-шы сұрақта бізде мынадай сұрақ қойылады. Енді осы сұрақ аясында Арман мен Жанар саяси және әлеуметтік қысымдар және пікірлердің, ғалымдардың климаттың өзгеруі туралы жүргізетін зерттеулеріне әсері бар жоғын талқылайды. Яғни кейде ғалымдар түрлі саяси болсын, қоғам әлеуметтік болсын бір қысымдар арқасында нақты зерттеу жүргізе алмайтынды атап өтеді. Енді Арман мен Жанар осыны талқылап жатыр. Ғылыми нәтижелердің сенімділігін қамтамасыз ету үшін төменде келтірілген қандай екі ғылыми практика ең маңызды болып табылады? Ең алдымен бұл қандай білім түрі, қандай құзырет түрін зерттейтінін ашып алайық. Бұл жерде ғылыми практика туралы айтып тұр, қандай екі ғылыми практика? Менің ойымша біреуі соның 4 сияқты басқа ғалымдардың рецензиясынан өтуі қажет деген, біреуі ол 4 деп ойлаймын. Бағалау және зерттеу. Бұл қай вариант? Екінші ғалымдар жинаған дәлелдер негізінде саналатын модельдер жасайды. Модельдер жасау ғой ғылым, өйткені практика деп тұр ғой. Яғни бұл сұрақта оқушы түсіну керек, ғылыми зерттеулерге сену үшін біз оны қалай қол жеткіземіз? Қалай біз олардың сенімділігін қамтамасыз етеміз? Қандай практика арқылы? Өнеркәсіппен жұмыс істейді. Сонда қараңызшы, зерттеу жұмысын өнеркәсіппен байланыстырып отыр. Практиканы өнеркәсіпте жүргізу мақсатында көз жеткізу үшін осы жеке кәсіппен жұмыс істеу керек. Практика бұл жерде бірінші айтқан мен келісемін. 4-ші нұсқасы дұрыс. Рецензиядан өтеді, нәтижелер сенімді болса қолжазба қабылданбайды. Бұл практикаға келеді. Ғылыми зерттеудің жүргізудің практикасы. Өмірде қандай бізде практикалық әдістер бар, Тағы да қандай бір мысал келтіре аламыз? Үшінші жауапта айтуға болады, ғылым өлшемдерін мұқият жүргізіп, көз жеткізу үшін жекеменшік өнеркәсіптерде жұмыс жасау. Егер практика болса, жұмыс жасаған дұрыс шығар деп ойлаймын.
Яғни бізге ғылыми зерттеу бойынша алынған нәтижелер сенімді ма жоқ па, біз соны қалай қамтамасыз етеміз? Саламатсыздар ма? Соңғысы да дұрыс шығар деп ойлаймын. Нет, он может еще, может. Бұл жерде бірінші нұсқаны да қарастыруға болады, иә? Бірінші нұсқада ғалымдардың арасындағы консенсус туралы айтылып тұр. Яғни ғалымдардың нәтижелері мысалы бір-бірімен сәйкес келіссе, олар сенімді деп саналады. Біріншісін және төртіншісін де қарастыруға болады, иә? Бұл жерде тағы да эпистемиялық білім бағаланады. Оқушы ғылыми зерттеулер нәтижесі, шынайылығы туралы, ғылым қалай құралады, білім қалай пайда болады, соның сол туралы білу керек. Бұл бізде эпистемиялық білім түрі, ақпаратқа сыни тұрғыдан қарау, тіпті бұл ғылыми зерттеу жүргіздік десе де, кез келген біз ғылыми зерттеуді тек қана шынайы деп қабылдай алмаймыз. Бұл барлық ғылыми зерттеулерге біз сыни тұрғыдан қарау керекпіз. Бұл үшін әрине бізге эпистемиялық білім керек. Құзырет түрі шешім қабылдау үшін әрекет ету үшін ғылыми ақпаратты зерттеу, бағалау. Яғни оқушы қазір ғылыми ақпараттарды баға бере отырып, қайсының нәтижесінде қандай шешім қабылдауға болады. Бұл жерде ғылыми зерттеулердің, олардан алынған нәтижелердің сенімділігін қалай қамтамасыз етеміз, сол туралы білу керек бұл сұраққа жауап беру үшін. Контекст түрі бұл да жаһандық деп қалады, барлығы бір контексттің өрегінде, және бұл тағы да қиындығы жоғары тапсырмалардың бірі. Бұл жерде оқушы, яғни ойлану керек, алдын ала оның эпистемиялық білімі болу керек. Жалпы ғылыми нәтижелермен жұмыс жасау, ғалымдар арасындағы консенсус деген түсінікпен таныс болу керек осы сұраққа жауап беру үшін. Жақсы, енді келесі бізде тағы бір тапсырма бар, темекі шегу деп аталады. Бұл тапсырмада тағы да бір ситуация беріледі. Тапсырмада 3 сұрақ бар. Тағы осы тапсырманы талдап көрейік. Бұл да жаңа осы PISA тұжырымдамасына жазылған тапсырмалардың бірі. Тапсырма темекі шегу деп аталады. Ситуация мынадай. Данияр және Роза деген оқушы бір жоба жүргізіп жатыр. Олардың бір ортақ тапсырмасы бар. Жоба аясында темекі шегу тақырыбын зерттеп жатыр. Бізде оң жақта Даниярдың зерттеуін көреміз. Бұл жерде бір заметка қалдырған. Данияр бір зерттеу жүргізіп, өзінің бір тапқан ақпаратын осындай бір қағазға жазып қояды. Осымен танысып шығу керекпіз. Одан кейін төмендегі сұраққа жауап беру керекпіз. Даниярдың зерттеуін оқитын болсақ, ол мынадай ақпарат қалдырды. 1950 жылдары зерттеу жұмыстары темекі түтініндегі шайыр тышқандарда қатерлі ісік тудыратын анықтады. Темекі өндірушілер темекі шегудің адамдарда қатерлі ісік тудыратыны туралы ешқандай дәлел жоқ деп мәлімдейді. Олар сондай-ақ фильтрлі темекі шығара бастайды 50 жылдардан кейін. Яғни Данияр осындай жоба барысында осындай ақпаратты тапты. 50 жылдары темекі түтініндегі шайыр тышқандарда қатерлі ісік тудыратыны анықталған болатын. Бірақ темекі өндірушілер ол адамға ешқандай қатысы жоқ, яғни темекі шегу адамдарда қатерлі ісік тудыратынын нақты дәлел жоқ деп айтады. Енді сол жақта біз сұрақты көреміз. Төмендегі тізімнен темекі өндірушілердің темекі түтініндегі шайырдың адамдарда қатерлі ісік тудыратыны туралы ешқандай дәлел жоқ деп мәлімдей алатын 2 себепті таңдаңыз. Яғни бұл жерде оқушы темекі өндірушілері осы шайырдың адамдарда қатерлі ісік тудыратынына ешқандай дәлел жоқ деп қандай
себепті қолдана отырып айта алады. Бұндай алдымен білім түрі қандай екенін анықтап алайық. Бұл жерде пән мазмұны, құзырет түрі, құбылыстарды ғылыми тұрғыдан түсіндіру, контекст, денсаулық сақтау контексті, бұл жаһандық немесе жергілікті болуы мүмкін, және қиындық деңгейі орташа. Енді сұраққа жауап беріп көрейік. Бірінші вариант: адамдар шайырға қарсы иммунитетке ие, тәжірибелер тышқандармен жүргізілді, темекі шегуден пайда болатын химиялық заттар шайырдың әсерін азайтады, тышқандарға қарағанда адамдардың реакциясы басқа болуы мүмкін, фильтрлі темекі түтіннен барлық шайырды кетіреді. Яғни темекі өндірушілер қандай өздеріне бір аргумент айту мүмкін, шайыр адамда қатерлі ісік тудырмайтыны туралы. Тышқандарға қарағанда адамдардың реакциясы басқаша болуы мүмкін. Төртінші, сосын бесінші. Төрт пен бес. Мына жерде фильтр, олар сондай фильтрді темекі шығара бастады деп айтып жатыр ғой. Соған қарағанда фильтрлі темекі барлық шайырды кетіреді деп айтып жатыр. Сосын ана фильтр салдық дейді ғой, олар айтады ғой. 4 пен 5 қой. Сұрақты мұқият тыңдайық, шайыр адамда қатерлі ісік тудыратын дәлелденбеген дейді, мысалы темекі өндірушілер. Оны қалай олар өзінің мәлімдемесін жалпы растай алады, қалай оны дәлелдей алады. Келісемін, төртінші жауап дұрыс жауапқа ұқсайды. Тышқандарға қараған адамдардың реакциясы басқаша болуы мүмкін. Өйткені зерттеу тышқандарда жүргізілді. Адамдар жүргізген жоқ. Олар шынымен де айта алады. Адамдардың реакциясы басқа болуы мүмкін. Тышқанға әсер етсе, адамға әсер етпейді деп. Бұл себепті келтіре алады. Өздерінің жалпы мәлімдемесін дәлелдеу үшін, күшейту үшін. Тәжірибе тышқандармен жүргізілді деген. Екінші де вариант дұрыс. Осы екі себепті олар алға тарта алады. Тәжірибе ол тышқандарға ғана жүргізілді, және адамдардың реакциясы қандай екенін. Екі болмайды. Неге болмайды деп ойлайсыз? Олардың өздерін ақтауға екі себеп деп тұр ғой. Ол екі себепке жатпайды ғой. Біреу ақтауына себеп бола алмайды, ол тышқандар жүргізілді деген. Тек қана бесіншісі, 4 пен 5 қана болады. 2 бола алмайды. 2 уже 4-ке кіріп тұр. 2 уже 4-ке кіріп тұр ғой. 2 4-ке кіріп тұр. Жауап 4-шіге жауапқа кіріп тұр ғой. Екінші жауап 4-ші жауаптың ішінде тұр ол. Сондықтан 4 пен 5 болады. 4 пен 5 болады. Бесінші жауап қатысы бар ма? Бар, әрине, өйткені соңында олар айтып тұр ғой. Соңында айтты, жаңағы темекіні, фильтрлі темекі шығара бастады. Значит, олар фильтрлі темекіні шығарып бастаған кезде айтады, біз бұдан кейін фильтрмен шығарамыз, ол уже зиян етпейді, шайырды жойып жібереді. Сіз кішкене сұраққа мән берсеңіз. Сұрақта фильтр деген жоқ қой. Фильтр 100% ұстап қала алмайды ол темекі. Сұрақты дұрыстап оқиық әріптестер. Нәтижесінде жазылған ғой ол сол жақтағы. Фильтрлі темекі түтінен барлық шайырды кетіреді. Бұл қосымша ақпарат сияқты. Бұл нақты сұраққа қатысы жоқ. Өйткені бұл жерде темекі өндірушілер нақты шайыр адамда қатерлі ісік тудырмайды деген ойды дәлелдеу керек, яғни олар ғалымдардың жүргізген зерттеуін былай енді адамдарға қатысы жоқ деп дәлелдеп беру керек. Сол кезде мысалы екінші және төртінші нұсқа варианттары дұрыс келетін сияқты. Жақсы, енді біз келесі сұраққа өтейік. Енді тапсырманың жалғасы. Роза деген оқушы темекі шегуді зерттегенде келесі графикті табады. Бұл жерде график беріледі. Графикте біз екі нұсқаны көріп тұрмыз, екі түрлі ақпарат берілген. Көк сызық және қызыл сызық берілген. Және де жылдар 1900 жыл, 1980, яғни 80 жыл аралығындағы деректер берілген. Жасыл сызықпен темекі тұтынған ерлердің саны, мына жерде біз сол жақта көріп тұрмыз, 1000 адаммен өлшенеді. Мысалы 90-шы жылдары 1000 адам болса, 40-шы жылдары 4000 адам дейді. Яғни жыл
бұл жер адам емес, адам саны емес, жылына бір адамға шегілетін темекі саны, ерлердің тұтынған темекі саны, иә. Жылына ерлер мына жерде өсіп келеді, ерлердің тұтынатын темекі саны 4000 дейді, иә. Одан кейін жылына бір адам шегетін темекінің саны 4000, бір ер адам шегетін. Қызыл сызықта өкпенің қатерлі ісігі, яғни жылына өкпенің қатерлі ісігінен болған өлім саны, 100 000 адамға шаққандағы өлім саны көрсетіледі, иә. Осы графикті оқушы түсініп талдап шығу керек, жылдарды көру керек, иә. Мына жерде бұл графиктің қиындығы екі түрлі ақпарат бір графикте берілген. Сол жақта жылына бір адамға шегілетін темекі саны, қызыл жақта онда басқа көрсеткіш, иә. Бұл жерде өлім жітім саны өкпенің қатерлі ісігіне байланысты 100 адамға шаққандағы қаншама өлім жітім саны болды, иә. Тағы да ерлерде беріледі. Енді мынадай сұрақ қойылады. Графикте көрсетілген деректерді қай мәлімдеме ең дәл сипаттайды? Яғни бұл жерде біз графикке ең дұрыс сәйкес келетін сипаттама табу керекпіз, иә. 4 түрлі сипаттама берілген. Қай сипаттама, графиктің сипаттамасы, қайсысы графиктегі деректерді нақты ең дәл сипаттайды? 4 түрлі анықтама берілген. Біріншісі, график темекі шегетін барлық ерлерде өкпенің қатерлі ісігі пайда болған көрсетеді. Бұл қаншалықты келеді? Бұл графикте берілген ақпаратқа қарама-қайшы келмей ме? Одан кейін екінші сипаттама. График 2010 жылмен салыстырғанда 1940 жылдары темекі шегетін ер адамдардың саны көп болған көрсетеді. Бұл жерде оқушы қарау керек. Жылдар сәйкес келе ме? Бұл мүлде басқа жылдар, оған қатысты емес. Темекі шегу және өкпенің қатерлі ісігінен болатын өлім жітім арасында ешқандай байланыс жоқ. Бұндай сипаттама келе ме бұл графикке? Және соңғы нұсқа, темекі шегу мен өкпенің қатерлі ісігінен болатын өлім арасында оң байланыс бар ма? Қазір микрофондарыңызды қоса аласыздар. Қалай ойлайсыздар? Бұл жерде дұрыс жауап біреу ғана, бірақ дұрыс жауап. Төртінші жауап дұрыс. Төртінші жауап дұрыс келеді, себебі ешқандай байланыс болмайды. Жауап дұрыс болып тұр ғой, темекі шегу мен өкпенің Төртінші дұрыс. Ешқандай байланыс болмайды екен. Бір-бірден сөйлейік, кезек-кезекпен. 4-ші вариант дұрыс дедіңіздер, иә? Кім жаңа солай айтты, түсіндіріп кетсеңіз, неге солай ойлайсыз? Темекі шегу мен өкпенің қатерлі ісігі болатын өлім жітім арасында ешқандай байланыс жоқ. Оң байланыс бар ғой, екеуі. Оң байланыс бар ғой, ол өсіп тұр ғой, екеуі де бірге. Екеуі бір-бірімен графиктер ұқсас. График бойынша көтерілген шегетін адамдардың темекі саны көбейген сайын олардың қызылда көтеріліп тұр ғой, яғни өлім жітім деңгейде көтеріп тұр ғой. Иә, дәл солай көтеріліп тұр. Иә, дұрыс, графиктегі ақпаратты біз қарасақ, оң корреляция бар, иә? Темекі шегетін, жылына шегілген темекінің саны артып жатыр. Соған қарап, дәл сондай байланыспен өлім жітім саны да өсіп жатыр, иә? Көбейіп жатыр, иә, дұрыс. Яғни оң байланыс бар. Біз енді нақты себеп салдарлы байланысты көріп тұрған жоқпыз, бірақ біз корреляцияны көріп тұрмыз. Бұл оң корреляцияны көріп тұрмыз, иә? Екі графикта дәл сондай қарқынмен жыл өскен сайын көтеріліп келеді. Қалған 3 вариант оның сипаттамасы бола алмайды, иә? Бірінші сипаттамада келмейді. Барлық ерлерде өкпенің қатерлі бұл ондай ақпарат жоқ графикте. Екінші нұсқа жылдары сәйкес келмейді. Ешқандай байланыс жоқ деп біз айта алмаймыз, бұл қате. Керісінше біз оң байланыс көріп тұрмыз, иә? Бұл жерде темекі саны өскен сайын өлім жітім саны да өсіп жатыр, иә? Жақсы, бұл сұраққа жауап беру үшін енді оқушы алдымен графикті дұрыс түсіну керек. Графиктегі деректерді талдай алу керек. График қандай ойды жеткізеді, соны
білу керек, иә. Бұл білім түрі процедуралық білім. Өйткені бұл зерттеулердің нәтижесімен жұмыс жасау, иә. Бұл да процедуралық білімге жатады. Құбылыстарды ғылыми тұрғыдан түсіндіру құзыретін бағаланады, және де контекст бұл денсаулық сақтау контексті, қиындық деңгейі орташа деңгейлі тапсырма. Жақсы, біз енді осы 1 сағат ішінде 2 тапсырманы талдап үлгердік, ішіндегі сұрақтармен қосқанда. Жалпы қалай ойлайсыздар, біздің оқушылардың бойында осындай құзыреттер, процедуралық, эпистемиялық білім түрлері бар ма? Сабақта біз оны дамытамыз ба, оқытамыз ба? Оқушылар дұрыс жауап бере ала ма бұндай сұрақтарға? Береді. Дұрыс жауап бере алады. Қазіргі оқушыларды Беруі мүмкін. Қазіргі оқу бағдарламасында бұл қарастырылған ба? Жоқ, қарастырылмаған. Бұның барлығы пизаға берілетін, сәлеметсіздер ме әріптестер? Пизадағы біраз сұрақтар дүниежүзілік бойынша алынады. Сондықтан да бұл сұрақтың барлығы 100% сабақтарда кездеседі деп айта алмаймын. Балаларда қиындық туындатады. Углубленно оқып отырған мектептерде мысалы балалар алуы мүмкін, но толық қамтып алып шыға алады дегенге сенімсізбін. Мен де келсем осыған. Себебі бізде уақыт, материал өте көп. Ал біз қазір сізбен 1 сағат отырып, ересек адамдардың өзінде 3-4 сұрақ талқылап отырмыз да. Бізде мысалда пәндік мазмұнды бергенше сол уақыт өтеді. Сондықтан қиындық міндетті түрде туындайды. Біздерде балалардың логикалық ойлауына уақыт аз. Дұрыс айтасыз, келсем. Балалардың барлығының ойлау қабілеті бірдей емес, құрметті әріптестер. Осындай сұрақтардың барлығын, мысалы жоғарыда қатынасып бірге жасап отырған әріптестерге де, нұсқау қағаз жазып отырған кезде де осыған көңіл бөлсе деген. Бұл сұрақтардың дәл жауаптары қарастырылмаған ғой осы жерде. Сондықтан бала оны қиналады. Сәлеметсіздер әріптестер. Мен де келсем бұл сұрақтарға оқушының деңгейіндегі сұрақтар берілсе деген сөз бар. Мынаны оқушылар көп ойлана бермейді. Жалпы негізі пиза бойынша. Бізге оны бұл пизаның тапсырманы бүкіл әлемдік жасайды емес па? Ол стандартпен жасайды ғой, сондықтан оны өзгерте алмаймыз. Біз просто білім саласына енгізте аламыз. Осыны бейімделіп, осы бойынша мұғалімдердің құзыреттілігін дамытып, сол алған білімдеріміз оқушыларға үйретуіміз керек. Біз тапсырманы төмендеткенмен ертең әлемдік зерттеу кезінде төмен нәтиже береміз. Дұрыс айтасыз. Керісінше енгізуге тырысу керек оны. Бұл сұрақтар ол енгенше бұл әлек келеді ғой. Сондықтан да бұны уже енгіздіртіп бергеннен кейін алдымызға қойса, сонда келсем. Дұрыс, мен де келсем. Осы материалдар бізде болса, одан кейін әріптестер пәндік мазмұнды бітіргеннен кейін әр сабаққа қатысты әйтеуір бір сұрақтан талдап ақырын үйрете беруіміз керек деп ойлаймын енді. Одан басқа амал көріп тұрған жоқпын. Бір сұрақты алып әйтеуір талдап, бір-бірімізбен қатты байланыста болуымыз керек. Мына сұрақты қайттыңыз, мынандай сұрақты көрдіңіз ба деген сияқты байланыс керек. Әріптестер, бұл жерде сіздер қалай жауап беріп жатсыздар? Мазмұндық білімдеріңіз болғаннан кейін жауап беріп жатсыздар. Баланың миында мазмұндық білім болса, неге жауап бермейді? Біздің балалар сондай бір нашар емес қой. Қазір сіздердің бастарыңызда өздеріңіздің пәндік мазмұндық білімдеріңіз бар. Сол үшін жауап беріп жатсыздар. Сондықтан оқушылардың мазмұндық білімі мықты болса, жауап береді мынандай тапсырмаларға. Жоқ, бұл тапсырмаға жауап береді. Біз қазірдің өзінде әріптестер бірін-бірімізді оқу сауаттылығын жақсылауымыз керек. Жаңа көрдіңіздер ғой, өздеріңіз байқадыңыздар. Сұраққа мән беру керек. Сұрақты дұрыс оқу керек. Сұрақты мән беру керек, апай. Ешкім сізге есеп шығар деп тұрған жоқ, формуланы пайдалан деп тұрған жоқ. Сол пәннен мазмұндық білімі болса, жауап береді деп ойлаймын. Әріптестер, бір-біріне.
Көп рахмет қатысқандарыңызға, белсенді ойларыңызды біліп жатсыздар. Шынымен де бұл сұраққа жауап беру үшін әрине ең алдымен пән мазмұнын білімі керек, иә? Мысалы, бұл енді пиза бойынша химия, биология, физика, география пәндері бойынша дедіңіз ғой, иә? Сол пиза алынған кезде тапсырмалар осындай деңгейде бола ма? Барлығы бірге араласып келеді ғой, иә? Физика, химия, биология, географиясы. Дәл осыған ұқсас тапсырмалар келеді. Өйткені бұл тапсырмалар жаңа тұжырымдамаға байланысты құрастырылған ғой. Сауаттылығына көп мән беру. Сол үшін жаңағы біздің әріптестеріміздің шулап атқаны мынау нәрсе ғой, мектептерге осыған ұқсас тапсырмалар берілсе, шынымен сабақтың кезінде, мысалы, әр класс әртүрлі ғой, мектептер, гимназия, біреу жай мектеп, біреу лицей деген сияқты бағдарлама әртүрлі бізде. Мысалы, 10-шы, 11-ші класстарда бізде 7-ші класс дауысыңыз естілмей қалды ғой жіберілсе тапсырмалар. Сосын біз балалар дайындасақ, өйткені аптасына 1 рет болады бізде химия. Сол кезде біз пизаға дайындаймыз ба балалар, жоқ программаны, бағдарламаны білдіртеміз ба? Вот сол жағы қиын болып тұр да бізге. Оны біз бір күнде емес, әріптестер, айтып отқандарыңыздың барлықтарыңызға келісіп отырмын. 10 саусақ бірдей емес қой, балалардың деңгейі де әртүрлі. Сондықтан да, мысалы, ол әр мектепте, әр оқу орнында осының жалпы несі болса, нұсқалары, тура осы деп айтып отырған жоқпын, осыған баламалары беріліп отырса, онда уже мысалы біз 6-шы класстан, 5-ші класстан, или болмаса әр сабағымызда талқылап отыра беретін едік. Бұл пизаға қатысатын 15 жастағы балалар, 14-15 жас аралығындағы балалар ғана қатысады. Дұрыс, әріптестер, сайттағы немен танысаңыздар, сайтта тұр ғой осы тапсырмалар. Жақсы, көп рахмет. Біздің вебинарлардың мақсаты сіздерге осы жаңа тапсырмаларды жеткізу. Қазіргі таңда жаратылыстану білімі қай бағытта дамып жатыр? Оқушыларға енді басқа мүлде күрделі талаптар қойылады. Жаңа өздеріңіз көрдіңіздер. Тек қана пәндік білім емес, эпистемиялық білім, процедуралық білім, қаншама құзыреттерді талап етіп жатыр, иә? Сыни тұрғыдан ойлау керек. Кез келген ғылыми ақпаратты, кез келген формада, график болсын, таблица болсын, оқушы интерпретациялап түсінетін дәрежеде болу керек. Осындай тапсырмаларды жылыжай әсері, темекі шегу, одан басқа тағы бізде 5 тапсырма бар сайтта. Осыны сабақ кезінде өздеріңіз тақырыптарыңызда сайтта тұр екен, әріптестер тапсырмалар. Иә, барлық сайтта бар, қазақ, орыс тілдерінде. Қандай сайт? Ссылкасын жібересіз ба? Жаңа үстінде неде болды ғой? Пиза Framework деген не бар сайт. Математика болуға жазып тұр, пиза 2025 десе шығады. Иә, Google-ға пиза 25 жалғызсаңыз шығады. Осы сайтта. Жақсы, рахмет әріптестер, бізде Кеше болып кетті ғой, математика кеше болып кетті. Бізде қашан болады математика? Математика вторник болды, кеше оқу сауаттылығы болды, 3-ші күн. 4-ші күн жаратылыстану сауаттылығы. Жақсы, рахмет, бізде уақыт аяқталды. Келесі сабақта біз келесі четверг күні біз тағы бірнеше тапсырмалар бар, соны талқылаймыз. Оғанға дейін кім әлі жаңа тұжырымдармен танысқан жоқ, жаңа тапсырмамен танысқан жоқ, танысып келіңіздер. Келесі сабақта тағы да осылай зерттеп, бағалап көреміз. Келесі бізде соңғы вебинар болады жаратылыстану бойынша. Соған алдын ала дайындалып келсеңіздер, рамкамен танысып, соның барлығын қарастырып, мына сайтқа өтсеңіздер, рамкасы барлығы шығады. Рахмет қатысқандарыңызға. Бүгінгі талқылаған тапсырмаларды сабақта қолданамыз деп, қолданасыздар деп үміттенеміз. Келесі вебинарда тағы да басқаша қосымша сұрақтарды талқылаймыз. Рахмет қатысқандарыңызға, көп рахмет. Бір хабарландыру істеп жіберейін. Келесі сабақта темісті барлығы жүктеп алса мұғалімдердің Zoom-мен өткізу кей кезде мүмкін болмай қалады. Сондықтан барлықтарыңыз темісті жүктеп алып қойсаңыздар. Иә, Teams арқылы өткіземіз, бірақ негізі Teams-та қосылу үшін сіздерге
приложенияның керегі жоқ. Егер болса қолдануға болады. Бірақ сілтеме өткенде браузерде жалғастыру дегенді бастаңыздар, онда приложение керек жоқ. Продолжить в браузере деп шығады. Соны бастаңыздар, браузерде ашыла береді ол. Жаңа регистрациясыз, ештемесіз ашыла береді. Келесі вебинар бізде Teams'та өтетін болады. Teams платформасында. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыздар, рахмет.